бастығымен құпия роман құрған әйел. Бірі бөлім, темір тордағы тағдыр. Айсұлу есіктің ашылған даусынан селт етті. Оны тергеу изоляторынан этаппен жібергеніне 2 күн ғана болған. Енді міне темір тордың ар жағындағы жаңа өмірі басталма. Түрме дәлізімен келе жатып айналасына көз тастады. Сұр қабырғалар, торлы терезелер, іші тар камералар. Бұл жерден қайтып шығу екі талай. Оны түрменің ішкі қабылдау бөліміне кіргізді. 2 әйел қызметкер оның киім-кешегін тексеріп, ережелерді түсіндірді. Айсұлу үндемеді. Қарсыласпады, бұл оның табиғаты емес. Ол әрқашан айналасын бақылап, қажетті сәтте ғана әрекет ететін. Неге түстің? Деп сұрады қасында отырған әйел тұтқындардың бірі. Күйеуімді өлтірдім, деді Айсұлу жай ғана. Әйел үнсіз қалды. Түрмеде ондай әйелдер көп емес. Көбіне ұсақ қылмыстармен түскендер. Бірақ күйеуін өлтіргендер ерекше категория еді. Ерлан Бекжанов кеңседе отырды. Түрме бастығы болу оңай жұмыс емес. 20 жылдан бері осы салада жүрген ол небір тұтқындарды көрген. Бірақ бүгін оған жаңадан келген әйел тұтқын туралы хабар түскенде, ішкі бір сезімі қозғалып кетті. Бұл әйел қауіпті болуы мүмкін, деді орынбасары. Бақылаймыз, егер қандайда бір мәселе тудырса, шара қолданамыз, деді Ерлан суық дауыспен. Айсұлудың камерасы 3 адамға арналған шағын бөлме болды. Ішінде 2 әйел бұрыннан тұрып жатыр екен. Жаңа келгенін көріп, олар мазақ ете бастады. Бұрын мұндай сұлу түрмеде болмаған шығар. Қанша жыл жедің? Күйеуіңді қалай өлтірдің? Айсұлу үндемеді. Ол әлі осы әлемге бейімделу керек екенін білді. Бұл жерде әлсіздерге орын жоқ. Келесі күні оны түрменің жұмыс цехына бөлді. Түрмеде отыру бір бөлек, ал жұмыс істеу басқа әлем. Әйелдер тігумен, асхана жұмысымен айналысатын. Айсұлу тігін цехына түсті. Бірнеше апта өтті. Айсұлу айналасындағыларды бақылаумен болды. Ол адамдардың кіммен достасатынын, кімнен қауіптену керек екенін тез түсінді. Түрме ішінде де өз заңдары бар. Бірде цехта төбелес басталды. 2 әйел бір-бірін боқтап, артынша жұдырық ала жүгірді. Айсұлу ештеңе деместен, олардың арасына тұра қалды. Тоқаңдар, деді қатқыл үнмен. Оның дауысы ерекше суық шықты. Бір сәтке бәрі тоқтады. Оның қарашығындағы суықтық көп нәрсені білдіретін. Ол жай адам емес еді. Осы оқиғадан кейін оның аты түрме әкімшілігіне жетті. Ерлан оның есімін алғаш рет сол кезде естіді. Айсұлу деген кім? Деп сұрады хатшы қыздан. Жаңа келген тұтқын. Бір түрлі әйел. Ашық қақтығыстарға бармайды, бірақ оның айналасындағы адамдар өзгереді. Ерлан қызығушылықпен камерадағы бақылау камераларын қарап шықты. Ол Айсұлудың түрмедегі жүріс-тұрысын бақылай бастады. Бір күні таңертең оны кеңсесіне шақыртты. Отыр, деді Ерлан. Мені не үшін шақырдыңыз? Сен жайлы естідім. Төбелеске араласқан екенсің. Бірақ өзің ешкімге қол жұмсамағансың. Мен ақымақ емеспін. Бұл жерде ешкімге сенуге болмайды. Ол Ерланға тура қарады. Қарашығы терең, мұздай суық. Бірақ Ерлан оның көзіндегі басқа бір нәрсені көргендей болды. Ол бұл әйелдің жай ғана қылмыскер емес екенін сезді. Осы күннен бастап Ерлан оны жиі ойлайтын болды. Ал Айсұлу өзіне қарап тұрған камераны байқап тек күлімсіреді. 2 бөлім, қауіпті байланыс. Айсұлу соңғы бірнеше аптада өзінің түрмедегі жаңа өміріне үйреніп қалғандай болды. Бірақ бәрібір еркіндіктің жоқтығы жанын қажытатын. Кейбір тұтқындар түрме өміріне бейімделіп, жаңа ортаға сіңісіп кетеді. Бірақ Айсұлу ондай емес еді. Ол бұл жерден қалайда аман шығуы керек екенін жақсы білді. Ең қызығы, соңғы күндері оны түрме бастығы Ерлан жиі назарда ұстайтын болды. Бұрын оған мән бермеген, тек кабинетіне бір рет шақырып сөйлескен. Бірақ кейіннен байқаса, бақылау камералары оған көп бағытталатын сияқты. Бәлкім, жай ғана күдігі шығар. Бірақ Айсұлу мұндай нәрселерге мән беретін. Ерланның ішкі ойлары. Ерлан өз жұмысында қатаң тәртіп ұстанатын. Түрме ойын алаңы емес. Мұнда әр адамды қадағалау керек. Бастық болып жүргеніне біраз жыл болса да, тұтқын әйелдерге ешқашан ерекше назар аударған емес.
Бірақ Айсұлуға келгенде бәрі өзгеше еді. Оның өзгелерден ерекшелігі ақылдылығы мен сабырлылығы. Түрме ішінде ол өзін ұстамды көрсететін, эмоциясын білдірмейтін. Бірақ Ерлан оның көздерінен мүлде басқа нәрсені көретін. Бұл әйел шынымен де қауіпті ме? Әлде ол жай ғана осындай бейне қалыптастырған ба? Ерлан осы сұраққа жауап іздейтін. Бірақ уақыт өте келе оның Айсұлуға деген қызығушылығы бақылаудан шығып бара жатқандай сезіле бастады. Бірінші құпия кездесу. Күндердің бір күнде түрме ішіндегі бақылаушылардың бірі Ерланға рапорт жазды. Бекжанов мырза, жаңа түскен тұтқын Айсұлу туралы ақпарат бар. Ол кейбір тұтқындарға психологиялық әсер етіп жүр. Бәлкім, болашақта проблемалар туындауы мүмкін. Ерлан бұл жағдайды анықтау үшін Айсұлуды тағы да кеңсесіне шақырды. Сіз мені жиі шақырып жүрсіз, бастық мырза, деді Айсұлу кеңседегі орындыққа отырғанда. Екі, проблемалар туындауы мүмкін. Ерлан бұл жағдайды анықтау үшін ендеше мен қандай тәртіп бұздым? Ол тура Ерланның көзіне қарады. Бір сәтке Ерлан жауап таппай қалғандай болды. Кейбір тұтқындар сенен қорқады. Сен олардың санасын улайтын сияқтысың. Олар менің көзқарасымнан қорқады. Бұл менің кінәм емес. Айсұлу жеңіл жымиды. Оның мұндай сенімділігі Ерланды таңғалдырды. Ол өтірік айтып тұрған жоқ. Бірақ неге екенін білмейді. Бұл әйелмен әңгімелескен сайын одан көз алмау қиындай түсетіндей көрінді. Осы кездесуден кейін Ерлан өзін бір түрлі сезінді. Бұл тұтқын жай ғана қарапайым қылмыскер емес. Ол өзгеше. Онымен сөйлескен сайын өз ойларынан шатаса бастады. Сол түні Ерлан бақылау камераларынан Айсұлуды қайта бақылады. Айсұлу камерасында кітап оқып отырды. Ол ештеңеге мән бермейтіндей көрінді. Бірақ дәл сол сәтте камераға бір сәтке тік қарады да ақырын ғана күлімсіреді. Бұл күлкі Ерланның ішінде бір нәрсені қозғап жіберді. Ол тіпті оның бақылау камерасының артында екенін қайдан білді. Түрме ішінде қауіпті жағдайлар басталады. Бірнеше күн өткен соң түрме ішіндегі екі топтың арасында төбелес басталды. Бұл түрмеде жиі болатын жағдай, бірақ бұл жолы мәселе тереңдей түскен. Төбелестің басталуына себеп болған нәрсе Айсұлу. Кейбір тұтқындар оны қолдаса, кейбірі оған күмәнмен қарайтын. Ол бұл жағдайға тікелей қатыспаса да, оның ықпалы үлкен екенін бәрі түсінді. Бұл жағдай Ерланның оған деген қызығушылығын одан әрі арттыра түсті. Құпия жақындасу. Бірде түнгі кезекшілікте Ерлан түрме ішін бақылап жүрді. Көптеген тұтқындар ұйықтап жатқан. Бірақ Айсұлудың камерасы маңында тоқтап қалды. Айсұлу есік алдында отырды. Ол Ерланды байқап қалды. Түнде серуендегенді ұнатасыз ба? Деді ол күлімсіреп. Ерлан жауап қатқан жоқ. Бірақ есік алдында бір сәтке кідірді. Мұнда уақыт басқаша өтеді, солай емес пе? Деді Айсұлу. Бұл жерді мен бақылап отырмын. Уақыт сен үшін баяу өтсе де, мен үшін бәрі бірдей. Айсұлу күлімсіреді. Меніңше, сіз де бұл жерден шаршағансыз. Бәлкім, түрме сізді де іштен құлыптап тастаған болар. Осы сөздер Ерланның ішінде бірдеңені қозғалтқандай болды. Ол ұзақ уақыттан бері өзін дәл осылай сезінбеген еді. Сен не айтқың келеді? Ештеңе, тек бақылау жасап тұрсыз ба, әлде әңгімелескіңіз келді ме, соны білгім келді. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Осы сәт ерекше болды екеуі үшін. Сол түні Ерлан өзді байланыс. Айсұлу соңғы бірнеше аптада өзінің түрмедегі жаңа өміріне үйреніп қалғандай болды. Бірақ бәрібір еркіндіктің жоқтығы жау әйел оның ойынан шықпай қойды. 6 бөлім, қайта туу. 3 бөлім, тыйым салынған сезімдер. Ерлан сол түннен кейін ұйқысыздыққа тап болды. Көзін жұмса болды, есіне Айсұлудың сабырлы жүзі, өзіне сенімді әңгімесі оралатын. Ол бірнеше рет өзін бұл ойдан арылуға итермелеп көрді. Бұл әйел жай ғана тұтқын. Ол мен үшін ешкім болмауы керек. Бірақ неге екені белгісіз, оның әр сөзі санасында қайталана беретін. Келесі күні түрме дәлізінде жүргенде, ол Айсұлудың тігін цехында отырғанын байқады.
Ол өзге тұтқындармен бірге жұмыс істеп жатқан, бірақ басқа әйелдермен араласпайтын. Жан жағына аса мән бермегендей көрінді. Бірақ Айсұлу оны байқаған еді. Ол байқамаған кейіп танытып, тігін машинасын басқаруын жалғастыра берді. Бірақ Ерланның ішкі түйсігі оған осы сәтте өзіне қарап тұрғанын сезді. Ерлан жұмыс бөлмесіне кіріп терезеден қарап тұрды. Ол өзіне ашуланды. Неге мен оны қайта-қайта бақылап жүрмін? Неге оған мән беріп отырмын? Бірақ бұл ойлардан арылуға мүмкіндік болмады. Себебі Айсұлу оны өзі іздеп келді. Қауіпті ұсыныс. Бастық мырза, сізбен жеке сөйлесуге бола ма? Ерлан оның сөзін естігенде, өз құлағына өзі сенбеді. Түрме ішіндегі тәртіп бойынша тұтқындар түрме бастығымен жеке сөйлесе алмайтын. Бірақ ол неге бұлай сұрады? Қандай мәселе? Деді Ерлан суық дауыспен. Жеке сөйлесек қана айта аламын. Бұл сөз үшін маңызды болуы мүмкін. Бұл сөз Ерланды таңғалдырды. Бірақ басқа қызметкерлердің алдында ашық келісе алмайтын. Жарайды, түскі уақытта бақылау бөлімінде кездесеміз. Айсұлу жай ғана басын изеп, қайтадан жұмысына оралды. Тұтқын мен түрме бастығы арасындағы алғашқы құпия кездесу. Түскі уақыт. Түрме ішіндегі бақылау бөлмесі, арнайы орын, мұнда тұтқындар сирек кіретін. Бұл жерде бақылау камераларының жазбалары сақталады, тәртіп бұзушылар туралы есептер жүргізіледі. Ерлан бөлмеде отырды. Айсұлу есікті ашып кірді де, еш алаңсыз орындыққа жайғасты. Ендеше, қандай маңызды нәрсе айтпақсың? Деді Ерлан өзіне тән қатал даусымен. Айсұлу оған тіке қарады. Сіз мені неге бақылап жүрсіз? Бұл сұрақ Ерланды бір сәтке дағдарып қалдырды. Ол жауап таба алмады. Мен сені бақылап жүрген жоқпын. Шын айтасыз ба? Айсұлу сәл жымиып қолдарын үстелге қойды. Мен адамдардың әрекетінен көп нәрсе оқи аламын, бастық мырза. Сіз басқа тұтқындарға мұндай көңіл бөлмейсіз. Бірақ менің жүріс-тұрысымды қадағалап жүргеніңізді білемін. Сізді қызықтыратын нәрсе бар сияқты. Ерлан енді оның тікелей сұрағына жауап бермеудің мағынасы жоқ екенін түсінді. Сен басқаларға ұқсамайсың. Сен түрмедегі өмірге бейімделуге тырыспайсың, бірақ ешқандай қауіп те тудырмайсың. Мен сенің қандай адам екеніңді түсінгім келеді. Айсұлу сәл ойланып, асықпай сөйледі. Мен бұл жерде ұзақ қалмаймын. Мұнда өз орнымды тапқым келмейді. Мен бар болғаны уақытша адаммын. Бұл жерден шығудың жалғыз жолы заңды түрде. Бірақ сен ұзақ мерзімге сотталдың. Ал егер заңға сай шыққым келмесе ше? Бұл сұрақ Ерланды қатты таңғалдырды. Не айтқың келеді? Айсұлу сәл еңкейіп, оған жай ғана күлімсіреді. Мен бұл жерден кетемін. Бірақ оған сіз көмектесе аласыз. Шынайы интрига басталады. Бұл сөздерден кейін бөлме ішінде үнсіздік орнады. Ерлан орнынан тұрды да, терезеге қарады. Оның ойы сан-саққа жүгірді. Сен не сұрап тұрғаныңды білесің бе? Әрине, және сіздің бұл туралы ойланатыныңызды да білемін. Айсұлу сенімді сөйледі. Сен мені тексеріп тұрсың ба? Деді Ерлан. Жоқ, мен тек мүмкіндік ұсынып тұрмын. Ал оны қабылдау немесе қабылдамау өз еркіңізде. Осы сәттен бастап Ерлан бұл әйелге деген қызығушылықтан арыла алмайтынын түсінді. Ол бұл ұсынысты қабылдамайтынын біледі. Себебі бұл оның мансабын ғана емес, бүкіл өмірін құртуы мүмкін. Бірақ ол бұл әйелге енді жай ғана тұтқын ретінде қарай алмайтынын сезінді. Төрт бөлім, құпия байланыс. Ерлан Айсұлудың соңғы сөздерін қайта-қайта ой елегінен өткізіп шықты. Мен бұл жерден кетемін. Бірақ оған сіз көмектесе аласыз. Бұл сөздер оның ішкі әлемін астан-кестен етті. Бір жағынан, ол өмір бойы заңды қорғап, түрме жүйесінің ішінде адал қызмет етіп келеді. Екінші жағынан, бұл әйел оған бір түрлі әсер ете бастады. Тек қызығушылық қана емес. Ол Айсұлуға барынша қарсы тұруға тырысты. Бірақ ішкі түйсігі оған бұл әйелдің жай ғана бірдеңені сынап көру үшін сөйлесіп отырмағанын сездірді. Осыдан кейін бірнеше күн бойы Ерлан Айсұлудан алшақ болуға тырысты. Түрмедегі жұмыстарға басымен кіріп кетті, жоспарлы тексерістер ұйымдастырды.
Бірақ қанша әрекеттенсе де, оның есінен Айсұлудың жүзі кетпеді. Ал Айсұлу оны асықтырған жоқ. Ол ешқандай әрекет жасамады. Бұл жағдай Ерланды одан сайын қызықтыра түсті. Жаңа белгісіздік. Бір күні кешкісін Ерлан бақылау камераларынан түрме ішіндегі жағдайды қарап отырды. Бір камера Айсұлудың камерасына бағытталған. Ол әрдайым әдеттегідей сабырлы, ешкіммен аса араласпайды. Бірақ күтпеген нәрсе болды. Камерадан қараса, Айсұлу өз төсегіне жайғасып, ақырын ғана бақылау камерасына қарап күлді. Тура Ерланға қарап тұрғандай. Бұл күлкі ерекше еді. Бұл жай ғана камераға қарау емес. Бұл белгі сияқты. Ол қайтадан өзін осы елдің ойынына түсіп қалғандай сезінді. Бірақ бұл жолы шегінетін жол қалмағанын білді. Кездейсоқ кездесу емес. Келесі күні Ерлан кешкі тексеріс кезінде тұтқындардың бір тобын бақылау үшін цех маңында жүрді. Түрме ішіндегі камералар әр бұрышты бақылап тұрса да, әкімшілік арасында үнемі аяқтай барып тексеріс жүргізу қалыпты нәрсе. Айсұлу сол цех ішінде жүрген. Ол басқалардан оқшау тұрды. Ерлан кіріп келгенде екеуінің көзі түйісті. Тексеріс жүріп жатыр, жұмысқа назар аударыңдар, деді ол басқа тұтқындарға қарап. Айсұлу үндемеді. Бірақ ол Ерланға әдеттегідей сенімді көзқараспен қарады. Ерлан оны бір шетке шақырды. Мен сенің не істеп жүргеніңді білемін. Айсұлу баяу жымиып. Сіз қазірдің өзінде менің ойыныма кіріп кеттіңіз, бастық мырза. Тек мойындағыңыз келмей. Ерлан оның көздеріне тік қарады. Сен менің қызметім мен абыройымды бәске тігіп отырсың. Менің сен сияқты тұтқынға көмектесетін түрім бар ма? Бәлкім, сіз өзіңізді қанша жерден ұстап тұрсаңыз да, менің сізге әсер ететінімді сезіп тұрған шығарсыз. Бұл әйелдің өзіндік тартылысы бар еді. Ол өзінің кім екенін, адамдарға қалай әсер ететінін жақсы білетін. Егер мен бұл жерде сен үшін жай ғана бастық болсам, сен мені осылай сөзбен тексермес едің. Ерлан ештеңе демеді. Ол кері бұрылып кетіп қалды. Бірақ ішкі түйсігі оған бұл әңгіменің аяқталмағанын сездірді. Қауіпті қадам. Бірнеше күннен кейін Ерлан өзін толықтай бақылауға алуға тырысты. Бірақ бір оқиға оның ойларын мүлде өзгертіп жіберді. Түнгі уақытта түрме ішіндегі бір топ әйел арасында жанжал шықты. Айсұлу да сол жерде болған. Бірақ бұл жанжалдың артында оның аты бар екенін естігенде, Ерлан бірден бақылау бөлмесіне барды. Қандай жағдай? Деп сұрады ол кезекші қызметкерден. Бірнеше тұтқын төбелескен, бірақ ең қызығы, бәрі Айсұлу деген әйелдің айналасында болып жатыр. Ол төбелеске араласпады, бірақ басқалар оған қарсы шыққан сияқты. Ерлан бақылау камераларынан болған оқиғаны қарады. Айсұлу орталықта тұр. Бірақ оның жүзі сабырлы. Басқалар оны итеріп, дауыс көтерген. Бірақ ол тек үнсіз қарап тұрған. Кенет ол төбелесіп жатқан топтың арасынан қашып шықты да, тура камераға қарап күлімсіреді. Дәл солай. Басқалар айғайлап ұрыс-керіс болып жатқанда, ол камераға қарап жымиып тұр. Ерлан орнынан атып тұрды. Оны менің кабинетіме алып келіңдер. Тыйым салынған түн. Айсұлу кеңсеге кіргізілді. Ол тым сабырлы. Ерлан есікті жауып, оған жақындады. Сен не істеп жүрсің? Мен жай ғана адамдардың реакциясын бақылап жүрмін. Сен бұлай жалғастыра берсең, бұл түрмеде көп адамның саған қарсы шығатынын білесің бе? Ал сіз ше? Мен не? Сіз маған қарсысыз ба? Бұл сұрақтан кейін бөлме іші үнсіз қалды. Бірнеше секунд өтті. 4 бөлім, құпия байланыс. Ерлан Айсұлудың соңғы сөздерін қайта-қайта ой елегінен өткізіп шүнді. Бірақ ешкім шегінгісі келмеді. Бұл түн ерекше болды екеу үшін. Ерлан енді бұл әйелге жай қатты. 5 бөлім. Ішкере болу қаупі. Бұл түннен кейін Ерлан өзін мүлде басқа адамдай сезінді. Ол тәртіпті жақсы көретін, ережеге бағынатын адам еді. Бірақ Айсұлуға келгенде ол өз эмоцияларына ие бола алмай бара жатқандай. Бұл тек құмарлық емес. Бұл тек ойында емес. Ол осы елге тәуелді болып бара жатқанын түсінді. Ал Айсұлу болса әрқашан сабырлы, әрқашан есеппен әрекет ететін. Ерлан оны қайта көргісі келді, бірақ өзі бастама көтеруден қорықты.
Түрме ішінде бәрі бақылауда. Егер біреу күдіктенсе, бұл оның мансабының ғана емес, өмірінің де соңы болмақ. Бірақ Айсұлу бұл ойлардың бәрін білетін секілді. Күтпеген кездесу. Келесі күні түрме әкімшілігі кезекті жиналысты өткізді. Қызметкерлер арасында жаңа бұйрықтар талқыланды. Түрме ішіндегі тәртіп мәселелері көтерілді. Бірақ Ерланның ойы мүлде басқа жақта еді. Ол жиналыстан шыққан соң, дәліздегі күзетшілермен сөйлесіп тұрғанда, кенеттен көз қиығымен бір нәрсені байқады. Айсұлу. Ол басқа тұтқындармен бірге жұмысқа бара жатқан. Олардың көздері түйісті. Ол жай ғана сәл жымиып қойды. Тура сол кезде Ерланның денесі бір түрлі дірілдеп кеткендей болды. Ол оны қайта көргісі келді. Жақыннан. Бірақ бұл мүмкін емес еді. Немесе мүмкін бе? Құпия байланыс. Келесі түнде Ерлан кабинетінде отырып, ойға батып кетті. Ол өзін тоқтатқысы келді. Бірақ бір сәтте өзі байқамастан түрме бақылау камераларының жазбаларын ашты. Ол Айсұлудың камерасын бақылағысы келді. Бірақ күтпеген нәрсе болды. Камерадан қараса, Айсұлу төсекте жатыр. Бірақ ұйықтап жатқан жоқ. Ол тура камераға қарап отыр. Жымиып. Ерлан орнынан тұрды. Ол менің қарағанымды біліп тұрма. Бұл ой оны шошытты. Бұл әйел бәрін алдын ала біліп отыратын секілді. Қауіптің жақындауы. Ерлан өзінің бұлай жүре берсе, ерте ме, кеш пе әшкере болатынын білді. Бірақ ол өз сезімін бақылауға ала алмай барады. Түрме ішінде қауесеттер де көбейе бастады. Күзетшілердің бірі әңгіме арасында. Бастық, сіз соңғы кезде өзгере бастадыңыз. Көп ойланатын болып кеттіңіз. Бірдеңе болып жүрме? Деп қалды. Ерлан селк етті. Жоқ, барлығы қалыпты. Түрмеде кейбір тұтқындар сіз туралы бірдеңелер айтып жүр. Бір әйел сізге ерекше қарайды дейді. Бұл сөзден кейін Ерланның жүрегі дүрсілдеп кетті. Оның құпиясы ашылып жатыр ма? Кім айтты? Қызметкерлер арасында әңгіме бар. Бірақ сізге қатысты нақты ештеңе жоқ. Бұл хабар оны мазасыздандыра бастады. Біреу күдіктене бастады. Күтпеген қауіп. Сол түні Ерлан бақылау бөлмесінде отырды. Камерадан Айсұлудың жатақханадағы орнына қарап отырды. Бірақ күтпеген нәрсе болды. Камераға басқа біреу жақындады. Бұл түрме ішіндегі беделді тұтқындардың бірі Айсұлуға жақындап бірдеңе айтты. Айсұлу жауап бермеді. Бірақ ол әйел Айсұлудың қолынан қатты қысып жіберді. Ерлан бірден интерком арқылы күзетшілерге бұйрық берді. Жатақхананы тексеріңдер. Айсұлумен сөйлескен тұтқынды жеке камераға жабыңдар. 2 минуттан кейін күзетшілер мәселені шешті. Бірақ Ерланның ішінде бір сұрақ тұрды. Неге олар Айсұлудың айналасында жиналып жүр? Ол бұл түрмеде тым көп назар аудартатын болды. Оның айналасында қауіп пайда бола бастады. Ал Ерлан оны қорғағысы келді. Бұл ең қауіпті сәт еді. Себебі ол енді бұл әйел үшін өз мансабы түгілі өмірінде қатерге тігуге дайын екенін сезді. 6 бөлімде Ерлан Айсұлуды қорғау үшін алғашқы қауіпті шешім қабылдайды. Бірақ бұл оны одан сайын күдікке ұрындырады. Жалғасы бар.